Тарауих намазынан 8 ракағаттан тұрып кету дәлелі өте төмен нәрсе, бауырлар. Оған мен деген ірі мұштахид адам қатты жауап берген емес. Өйткені оған дәлелім, қараңызшы, иджмаул умма дейді. Омар халифаның уақытында бүкіл сахабалар бір ауыздан бірігіп 20 ракағат оқуды бел кешкен. Яғни сахабалардың, ғалымдарының иджмаға бір ауыздан шешілді деген сөз, бұл иджма дәлел бола алады. Исламдағы үлкен 4 дәлел бар. Біреу Құран, біреу сүннет, біреу қияс, біреу иджма болса, сол иджма бенен дәлел болған нәрсе, сондықтан 20 ракағат оқылады ол. 8 ракағат оқу үшін сіз әр ракағатын толығымен дәрежеде Құран хатым қылатындай оқығаныңыз дұрысырақ деп те кейбір ғалымдар айтады. Мысалы, сол 20 ракағатта оқыған нәрсені 8 ракағатқа сыйдырсаңыз дейді. Яғни ең аз дегенде 1 пара, 2 пара Құран немесе 5-6 пара Құран оқуыңыз керек соның ішінде. Соның өзінде ол уақытыңыз жетпей қалғаннан 8 ракат қылғаныңыз. Яғни 20-ға уақытыңыз жетпей қалды, сіз ұзақ оқыдыңыз да, өте ұзын сүрелерді оқып, 20-ға жеткізе алмағандықтан 8 қылғандығыңыз деп айтады. Дегенменен сахабалардан артық білімділер жоқ шығар белгілердің. Сахабалардың өзі бір ауыздан шешкен шешім бар, 20 ракағат тарауих оқылады, бауырлар.